Жеті атасын білген ер, жеті рудың қамын жер. Жеті атасын білмеген, тіліменен жағын жер деген бабадан қалған сөз бар. Түркітектес ұлыстардың ішінде тағдырдың тауқыметін көп көрген ұлттардың бірі бұл қазақ халқы. Жоңғар шапқыншылығынан елдің бостандығы, болашақ үшін күресте қазақ жері 300 жылдан аса қан сасыды. 1400 жылдары бас көтерген қалмақтар еркін жатқан керей тайпаларын ойрандады. 1430 жылы үйсіндер мен қырғыздар жайлаған Ыстықкөлге ат басын тіреді. 1447 жылы Сырдария өңірін қан қақсатты. 1524 жылдары үйсіндер мен қырғыздардың басын қосқан Шағатайлық Сейітханның ұлы Рашид хан қалмақтарға ойсырата соққы берді. Артынша Тәуекел хан оларды екіге бөліп тастады. 1610 жылдары қалмақтар қайта дәуірлеп, Тары Түмен аймағын шауып, Еділ өзенінің бойына ауыз салды. Қазақтар қуғын сүргінге ұшырай бастады. Қалмақ сойқандары 18 ғасырдың бас кезінде ел тізгінін ұстаған Тәуке ханға да маза бермеді. Ел тағдыры таразыға тартылған ауыр кезеңде жоңғар шапқыншылығына қарсы азаттық күресте даңқы шығып, есімі тарихқа алтын әріппен жазылған батырларымыздың бірі, әрі бірегейі Қанжығалы Бөгенбай Ақшаұлы еді. Батырдың ұлт тарихында алар орны ерекше. 1680 жылы Қаратау бөктерінде Бөген өзенінің бойында дүниеге келіп, осыған байланысты азан шақырып есімін Бөгенбай қойған екен. Арғы атасы Әлдеуін Есім ханның қолбасшысы болса, әкесі Ақша батыр Тәуке ханның 80 мыңдық қолын басқарған сардары болғандығы жазылады. Бабалар жолын жалғастырған Ардағұл жөнінде атақты жорық жыршысы Дауылпаз Үмбетей жырау. Уа, Алатаудай ақшадан асып тудың Бөгенбай, болмашыдай анадан болат тудың Бөгенбай деп жырлайды. Көне тарихтың көмбесін аршып, тарихшылардың зерттеулеріне қарасақ, елімізге қауіп төндірген Шүршіт, Қалмақ, Казак, Орыс арасындағы шиеленісте қазақ халқы қан қасап күндерді басынан өткізді. Осы бір кезеңдерде елінің болашағы үшін жанын шүбірекке түйген небір хандар, билер, батырлар атқа қонды. 17 ғасырдың соңғы ширегі, 18 ғасырдың басында жайық казактары, еділ қалмақтары, башқұрттармен қатынас шиеленісе түсті. Жоңғарлардың орта жүз бен ұлы жүз аумағына басып кіруі жиілеп кетті. Оңтүстік Қазақстан мен Жетісудың қалалы отырықшы аудандарының біраз бөлігі жоңғар билігіне амалсыз мойын сұнды. Жау жағадан алған тұста бөр етектен тартқылап, 1708 жылдары казак орыстар Дон өзені бойынан ығысып, Еділ жайық бойындағы елге шабуылдап, ойрандай бастады. Тәуке ханның бұйрығымен 30 мың қолды бастаған жас Бөгенбай оларды баудай түсіріп, Еділге батырақ қырып, қан қақсатып, оларды ара асыра қуып тастады. Сол уақытта Бөгенбайдың жасы 28-ге әлі толмаған еді. Батырдың ерлігіне риза болған Үмбетей жырау, балдырғаны білектей, бүлдіргені бүйректей, бөленесі үйректей, маралы қойдай шулаған ұзыны шексіз ен алыс, Еділден өттің Бөгенбай деп толғай күңірене мадақтады. 1710 жылы Қарағұмда 300-дің басы қосылып өткен құрылтайында қазақ жерін жаудан қалай босату мәселесі күн тәртібіне қойылды. 30-ға жаңа толған Бөгенбай батырдың жүрегі сыздап, көзінен жас, қылышынан қан тамып тұрған еді. Алатаудан ақшадан
басып тудың бүгін бай, болмашыдай анадан болат тудың бүгін бай. Қиядан қиғу төгілсе, аттың басын тартпаған, қизапсыз қол көрінсе, қорқып та жаудан қайтпаған, қазақ деген халқынан, ей батыр шыққан даңқынан, арзыласқан азылдар, қорғасындай балқыған, қалақайлап тулатқан, қалдамданып шулатқан, қалмақты қудың бүгін бай, кекілі жалы суылдап, керарғымақ астында, бүгін бай құлжаны шапқандай, құдиған үйрек мойында, құлан тұяқ көк шатпен, талқыдан жандай асқанда, Бембеттің ұлы ератан, жау сауырын басқанда, туырлығым талқандап, торқанды алдың бүгін бай. Құбыла көшкен байтақтың ордасындай бүгін бай, темірде жұмсап оғатқан қорғасындай бүгін бай. Қолтығы ала бұғының кәйкесіндей бүгін бай, жалаңқия жерлерде жазбай түсіп түлгі алған, білегі жуан бүркіттің тегеуріндей бүгін бай. Кейі батыр кейбі тәңірім берген сондай сый, аруағыңа болысқан, әділдік билі қылысқан, қашпаған қандай ұрыстан, керейде батыр Жәнібек, қаз дауысты Қазыбек, қу дауысты Құттыбай, Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы бүгін бай. Абылай сенің тұсыңда, сол бесеу болыпты орта жүзге бестерек ай. Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің шежіресіне сүйенсек, Бөгенбай батырдың үш әйелі болған. Бәйбішесі Баяу Тарақты Наймантай батырдың қызы, Байғозы батырдың әкпесі екен. Баяу анадан Батырбек, Тұрымбет, Тұраналы, Тасыбек, Баяш есімді 5 бала тарайды. Екінші әйелі Қалмақ Ноянның қызы, Қамыраннан Жылқыбай, Қайназар, Айназар, Жаназар. Үшінші әйелі Серенғалдан Доржи қызы Лаба Ұсадан Арғынбай, Шілдебай, Нарынбай атты ұлдар тараған. Ұрпақтар бүгінде еліміздің әр аймақтарында ғұмыр кешуде. Қақарай қалың қолға татығандай, туарма енді қайтып батыр ондай. Батырлық бабасынан желі тартқан аруағын бүкіл қазақ шақырғандай. Арғында арғы түбі қанжығалы, естісе елең еткен ел құлағы. Атысқа шабысқа да бірдей мықты, аңдысқан ата жау қанжылады. Атасы ер әлдеуі қазақ асқан, жері жоқ батырлықтан жаза басқан. Ежелгі есім ханның заманында қатаған қан Тұрсын менен жағаласқан. Тектілік танылмаса ерге біткен, не шығар қаптап жүрген бүркенеттен. Ерліктің ата жолын жалғастырған, туады ақша батыр әлде өктен. Туыстап тұлпар мінген батыр ақшам, дауылдай дүркіреген жауға шапсай. Нөкерін қасын дерген, өкпелетпей қылдай ғып бөліп берген олжа тапсам. Демейме төбел туар марғасқадан, артық бом жаратылған ол басқадан. 80 мың сарбаз ертіп өз соңынан,
тұсында тәуке ханның қол бастаған. Ғасырлар шапқан аттай зулап өтті, жарысқа тұлпарлардың тулақ етті. Алланың әмірімен ер Бөгенбай тұсына Абылайдың тура кепті. Жау түйсе ел шетіне әлде қандай, тұрар ма еркек кіндік ерге қонбай. Абылай тумай жатып әйгілі боп, 300-ге аты шыққан ер Бөгенбай. Абылай тумай жатып әйгілі боп, 300-ге аты шыққан ер Бөгенбай. Жарқылдап найзағайдай алдаспаны, серкедей суырылып қол бастады. Бөгенбай дөңге шықса, дүбір салып дұшпанның жарға бұқты жер басқаны. Абылай не көрмеді ғұмырындай, жоңғардың кете жаздап жұмырында. Тұрғанда сескенбейтін қалың жаудан, қабанбай Бөгенбайлар тұғырында. Түсіріп жауға шапса жақсын көктен, дүлейдің алған талай басын кекпен. Өмірін өкінішсіз есін алса, өңкей бір көкжалдардың қасында өткен. Дегенге батыр өлді кім сенедей, көңілі қара тұман бүркенедей. Қолбастар қаһармандар ортасындай, орыны Бөгенбайдың бір төбеде. Ажал кеп көк найзасын шаншығандай, айтыпты ханға сәлемі жан шығардай. Емендей иілмеген есіл ердің ерлігі қанша жылға таусылармай. Емендей иілмеген есіл ердің ерлігін қанша жылға таусылармай. Емендей иілмеген есіл ердің ерлігін қанша жылға таусылармай. Ay,